Ары қарап бұру. Маған қара қайттан. Сәлем баршаңызға, Балеркем YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлнар. Бұл қысқаша ғана видеода мен осы тоқылған снудқа аздаған қысқа обзор түсіргім келіп тұр. Қалай тоққаным туралы айтып беремін, қандай жіппен тоққаным туралы. Олай болса бастайық. Бұл снуд өте жеңіл, 6-7 жастағы балаға тоқылды. Бұл аксессуар қазіргі күз және қысқы айларға өте жақсы, жеңіл және құрамын осындай бір жақсы моточный жіп таңдап алдым. Бұл жерде 90% меринос және 10% кашемир, ешқандай да қышытпайды. Тоқыған кезде мына жіп өзі жалпы 4 қабатталып тұрады. 6 қабат, 6 қабаттан тұрады. Жіңішке тігіннің жібі сияқты болып тұрады, қатты болып. Және жуғаннан кейін раскрывация етеді. Бұл жерде міне осындай итальянский меринос, мына жерде көрініп тұрған шығар, итальянский меринос, 90% бұл жерде меринос және 10% кашемир. Так, 90% меринос, 10% кашемир, міне итальянский Zegna Barufa атты фирманікі. Ой, фирманікі деп ғой, сондай артикулы. Енді бұны қалай тоқыдым, қысқаша айтып берейін. Бұл бізде жаңағы айтқандай 6 жастағы ұл балаға арналған, және өлшемдерін айтсақ, бірінші мен мына жерде осындай жазбаларым бар, бірақ бұл сіздерге түсініксіз болады, өйткені әркімнің плотность дейді ғой, әртүрлі, жіп пайдаланатын жіптер әртүрлі, өлшемдер әртүрлі, сондықтан бұны көрсетпей ақ қояйын дегенмен өзім айтып берейін. Бұл жерде бізде 96 ілмек алдым. 96 ілмек алдым. Қатты мойынның қыспай тұру үшін, тұншықтырмай тұру үшін, өйткені бұл мойында тұрады ғой, және бұл қайырылады, сондықтан қыспай тұру керек. Бұлай айтқан кезде 96 ілмек резинкасын тоқып алдым. 15 сантиметр бойы резинка тоқыдым. Қарапайым осындай ілмекті бізбен, кәдімгі осындай ұзын бізбен 3,5 сантиметрлік. Осы 15 сантиметр резинканы тоқып алдым. Бұлай да бұлай. Ешқандай бір айтады ғой, андай эластичный шов деген ондайсыз, жай кәдімгідей өзі қарапайым түрде іліп алдым. Осы жағынан бастап тоқысыз ғой, міне осылай тоқысты, осылай 15 сантиметр тоқып алдым. Өйткені отворот шамамен сол 7,5 сантиметрдей болу керек болды. Міне осылай. Қатты қыспайтын кеңдеу қылып алдым. Содан кейін 15 сантиметр резинканы тоқып болғаннан кейін ақырындап мына жерінде уже не жасаймыз? Прибавка жасаймыз. Яғни міне бір резинкасына жол келе жатыр ғой, резинка. Содан міне соны екі жаққа қарай бөліп аламыз да. Мына жерде ортасында платочная вязка ретінде жүргіземіз мына жерді, және осы жерден жаңағы прибавкалар қосамыз. Жаңағы біздің прибавка қосуымыз шамамен бір 4-5 сантиметрдей болады. Баланың жасына байланысты. Егер бала мысалы 5 жастан кіші болса, онда 3 сантиметр солай ғана жетеді. Өйткені ол иығын жауып қалмау керек. Мысалы мен 4 жастағы балама тоқитын болам, ол кезде прибавканы сол 3 сантиметрдей ғана жасайтын болам. Бұл жерде міне мына жерден санағанда 4 сантиметр, одан кейін жайлап уже мына жерден 4 сантиметр, 4,5 сантиметр. Өйткені бұл 6 жастағы балаға, 6,5 жастағы балаға міне 4,5, одан кейін уже мына жерден бастап міне убавка кетті. 4,5 сантиметрге дейін осылай иығын тоқып аламыз. Сосын ақырындап уже қысқарта бастаймыз. Қысқартуды қай жерге дейін жасаймыз? Міне қысқарту мына жерге дейін жасалып тұр. Бұлай санағанда 11 сантиметр. 10,5 сантиметрден бастап қысқарта берсеңіздер болады. Қатты ұзын болса, ол балаға кішкене дискомфорт болуы мүмкін. Енді шамамен 15, максимум 15 сантиметрге дейін дұрыс негізі қарағаным бойынша. Мен бірақ сәл қысқалау жасадым. 15 сантиметр болады негізі 6 жастағы, 7 жастағы балаларға. Сөйтіп 11 сантиметрге дейін жай ғана қысқартып алдым мына жерден бастап. Және ары қарай тек бір
4 қатар 1 2 3 4 қатар 3 қатар жаңағы платочная вязка дейді ғой, сондай ілмек жасадым да, одан кейін уже қысқартып жаңағы жауып тастадым. Бірінші жағын жаптым, сосын екінші жағын жаптым. Яғни бұл жерде бізге тек қана осындай біз болса жеткілікті. Мұндай біз болса әрі қарай оңай тоқи бересіздер. Бұл үлкен ұлма тоқығаным, егер мастер-класс қажет болса, онда келесіде кіші ұлма тоққан кезде оны түсіріп бере аламын. Негізі былай принципе түсінікті деп ойлаймын, ондай қатты қиын емес. Мына жағынан бастап тағы да бір рет айтамын, мен 96 петля алдым ілмек. Мына жерге дейін 15 сантиметр тоқыдым, сосын мына жерге прибавка жасаймыз, екі жаққа бөліп, бірақ мынау бір бізбен ақ тоқи бересіздер, яғни жартысын бізде ілініп тұрады, жартысын солай тоқи бересіздер деген сияқты ғой, бөлген кезде мына жерінде. Мына жерін қазір жібін жасыру керек. Сөйтіп ары қарай міне мына жерге дейін 4,5 сантиметрлік реглан ғой, кәдімгі реглан сияқты тоқисыз, одан кейін уже ары қарай қысқартасыз. Сонда қысқартқанда өзіңіз примерно қарайсыз. Көбірек қысқартып ұзын қыла берсеңіз де болады, бірақ сол шамамен жаңағы 11 сантиметрден кейін негізі платочная вязкаға өтіп, ары қарай жауып тастағаныңыз дұрыс, өйткені қатты ұзын болып кетеді. Енді мен қазір 4 жастағы балама тоқимын, ол кезде иығы да сәл аз болады, және осы кеудесі сол 14-15 сантиметр болуы ма, сол 14 сантиметрге дейін ғана тоқиын деп тұрмын. Өйткені тоже балаға кішкене ыңғайсыз болмау үшін. Жіп маған қатты ұнады. Мына жерде қарасаңыз, өте жақсы раскрываться еткен, бірақ қатты осындай жіп жақсы таңдалды деп ойлаймын, өйткені балаларға негізгі меринос жіпі өте жақсы. Бұл әрине резинканы ондай бір қатты ұстамайды, бүйтіп жинақ болып тұрмайды. Өйткені бұл меринос жалпы өзінің качествосы сондай да, бірақ бізге негізі баланың тамағын қатты қыспай, жұмсақ болып тұрғаны жақсы. Сондықтан негізінде бұл жақсы жіптердің бірі болып саналады. Именно осындай смол шапкаларға. Мен даже осы қатты резинканы ұстамаса да, осымен шапка тоқиын деп жатырмын. Өйткені бұл баланың басына, маңдайына өте жақсы и жылы. Аралары бітіп, міне мынандай жабылып, күшті болып тұр да, мынандай мысалы. Өте жақсы болып тұр. Қазіргі салқын күзге өте қолайлы, дәл келетін жіптердің бірі. Егер беті тоңса, бетін жауып алса, өте ыңғайлы да, шарф сияқты тартып жүрмейді. Мен модель баламда келді. Снуптың иесі, кигізіп көрейік енді қазір. Балалармен төбелестіресіз. Так, кигіземіз. Міне, оңай киіледі. Еркін тұра бер. Иығына өте жақсы келіп тұр, міне. Жер болса естіккен. Жел болса сөйтіп кесін. Қышта ма? Өткенде тоқып жатқан кезде қышытқан, жуған соң қышытпай қалды. Жуған соң қышытпай қалды, дұрыс солай болады өйткені. Міне қараңыз, дәл иығына иық болып кеп тұр. Мына жағында иығына иық болып кеп тұр. Тоққан кезде балаңыздың иығымен өлшеп отырасыз ғой, сол кезде күшті келеді. Ал ары қара. Міне, өте жақсы, яғни бұл куртка кисенде мешать етпейді, қалың емес, және сонымен қатар өте жылы. Жел болса көтеріп аласың, кәне, көтеріп алшы кәпір ойын. Осылай көтеріп алады. Міне, осылай жауып алады. Өйткені Астанада жел қатты болып тұрады, кейде осылай тамағын жауып алса болады. И шапканың астына ұстап жүресің, Күшті. ұнады ма өзіңе? Рахмет, мама. Ой, оқашы алтыным. Молодец.